Ей, Дәулетай, қайдасың? Алып кел ана жас бұтақтарды. Кеш батпай егіп тастайық. Ой, Ай, шаршадың ба? ой, ата, сізде бір қапылып, осы бұтақтарды кейін отырғызсақ та болады ғой. Ай, баламысың дегендей. Қазір күз мезгілі. Қазір отырғызсақ, жазда ағаштың жемісін көресің. Ой, ата, осы ағашты отырғызып қана қоймай, суару керек, баптау керек, күту керек. Ал менің бұның барлығына уақытым жоқ. Және неге жолдың бойына егіп жатырмыз? Аулада ағаштар жетеді емес пе? Ай, баламай. Жол шетінде жеміс ағасын ексек, өткен жолаушылар саясында демалып, жемісін жеп, шөлін қандырады. Бұл ағаштың саясында сан адамдар келіп демалады. Ал саған осының барлығы сауап болып, өміріңе өшпес азыққа айналады. Азыққа? Сонда ағаш егуде парыз ба? Әрине, ер азаматтың 3 парызы бар. Біреуі үй салу, бала өсіру, тау егу. Сондықтан балам, ағаш егу ер азаматтың мойындағы парыз. Солай ма? Солай. Ата, білесіз бе? Мен сондай керемет сезімде боламын деп ойламап едім. Екеуміз бірге ағаш отырғызып болғаннан соң, неге екенін білмеймін, іштей бір рахаттанып, жүрегім тыныштапқандай болдым. Солай ба балам? Иә, ата, сізге осы күн үшін көп рахмет. Ал сен атаңмен бірге қандай тал отырғыздың? Егер сен атаңмен бірге тал отырғызсаң, осы видеоның астына өз пікіріңді жаза кет. Аташым менің. Ақылынан айналайын балам. Жүр, үйге барып әжемнің шайын ішейік. Жүр барып. Терегім менің. Мынаны күнде суару керек. Әрине суарамын. Міндетті түрде суарамын. Терегім.